Скрипкашылар сайысы, домбырашылар бәйгесі, вокалистер конкурсы. Бұның бәрін күнде естіп, біліп көріп жүрміз. Алайда дирижерлар байқауы дегенде естіпедіңіз. Бүгін Айтқали Жайымов атында үлкен бәйге болмақ. Қалай болатынын бәрін қызықтап біліп қайтайық. Жастардан жоғарғы деңгейдегі талант өнерді күтеміз. Біздің жастар талантты ғой. Жастар жеребемен өз кезегін анықтап алып, сайыстың басталуын тағатсыздана күтіп отыр. Біразы қол қимылдарын жасап, білектеріне қан жүгіртіп жатыр. Бірінші және екінші тур. Әр турда олар 4 шығармадан орындайды. 2 шығарма міндетті түрде болды бірінші турда. 3-ші шығарманы олар көптеген шығармалардың ішінен таңдап алды. 4-ші шығарманы билет бойынша таңдады. Қатысушылардан сұрасақ айтады, бізге ең қиыны оркестрді бағындыру дейді. Оркестрді бағындыру деген қайсысы? Оркестр бағындыру деген ол дирижерға байланысты да. Дирижер өзінің ерекше бір қасиеті болу керек оркестр бағындыратындай. Мысалы үшін бұл оркестрдің қазір ғана кездесіп жатыр, кеше ғана келді. Сол себептен жақсы дирижер өзінің бойында қабілет болады. Яғни арқасы болу керек. Дирижерлер оркестрге неге керек деушілерге қысқаша түсіндірме. Ұжымның әр мүшесі өзінің және көршісінің аспап үнінен басқа ештеңе естімейді. Жан-жақтан келетін әуенді бір арнаға тоғыстырып, көрерменге үйлесімді жеткізуімен қолы бос біреу айналысуы керек. Ол көлік кептелісін реттеген жол сақшысы секілді. Білімі мен біліктілігін серік етіп, таяқшасымен музыканы сиқырлайды. Оркестрді шабыттандырып, шығарма бойы жетелейді. Сонда ала таяғы бар жол сақшысы, сиқырлы таяқшасы бар Гарри Поттер және көркемдік жетекші образдарының қосындысы дирижер болмақ. Қобалжып тұрсыз ба? Кішкене бар енді, Қандай дайындықпен келдіңіз? Нақты не қиын болуы мүмкін сізге қазір? Енді қиын, әр конкурста өзінің қиыншылығы бар. Дегенменен оркестрді бір қалпыда ұстау ең бірінші задача деп айтады ғой. Сол ең бастысы. Бірінші болып сахнаға Меруерт Мұқанова шықты. Жарыстағы 2 арудың алғашқысы. Тапсырма бойынша оркестрмен қалай жұмыс істей алатынын және қолына түскен күрделі шығармаларды ұжыммен бірге сауатты интерпретацияда жеткізе алатынын көрсетуі керек. Жалғасбек Бегіндіков айтқан арқа Меруерттен бірден байқалды. Таяқшасыз-ақ қос қолмен оркестрді жетелеп әкетті. Қобалжып тұрған жоқсыз ба? Жоқ. Кеше шағын 20 минуттық дайындық болды оркестрмен. Оркестрмен сезіндік, оркестр қалай, қолға деген андача қалай деген сияқты сезіндікті. Сол үшін қазір қобалжу жоқ. Егер сіз жеңсеңіз 1 миллионды қайда жұмсамақсыз? Оны ойламаппын, шын айтсам. Жеңу жайлы ойламадыңыз ба? Жоқ, положениеда жоқ еді да, 1 миллион деген гран-прида. Маған жеребевкада ғана оны бірінші орын қанша, екінші орын қанша, бүгін ғана біліп отырмын соны. Шабыттарыңыз артып кеткен шығар. Иә. Сол конкурста айтады, бұрыннан айтпаймын, кішкене мотивация бізге. Әр концертіне зор мотивациямен шығатын дирижерлерді көбіне арқасынан көргендіктен бетіндегі эмоцияларын байқай бермейді екенбіз. Сайысқа қатысушылары мен аға буын дирижерлерді сахна сыртынан басқаша ракурстан бақылап көрдік. Шығарма соңы сан түрлі сезімге толы болатынын аңғардық. Осылайша Еркеғали Рахмадиев атындағы филармония ән мен күйге бөленді. Кіл мықтылар оза шауып, үздік анықталды. Бас жүлде Болат Болдашев. Бүгінгі сайысымыздың бас жүлдегері Болат Болдашев. Жалпы дирижер үшін тәжірибе керек, ол ұжыммен жұмыс жасау. Ең бастысы осы.
бұл дирижерлік мамандық тәжірибемен келетін мамандық деп өзім ойлаймын. Бұл сөзді байқау мен мерейтойын қатар атап өтіп жатқан профессор, дәулескер күйші, дара дирижер Айтқали Жайымов та қостады. Кейінгі буынға ағалық ақылында айтты. Музыканттың барлығы дирижер бола бермейді. Ол ерекше мамандық. Қатты еңбек жасау керек. Жұмысты күнде жұмыс жасау керек, партитурамен жұмыс жасау керек. Шығармалардың тарихын білу керек, композитордың стилін білу керек, теориялық білімі жоғары болу керек. Жалпы әдебиеттен, тарихтан хабар жақсы болу керек. Сосын өзі бір аспапты жақсы меңгерген азамат болу керек. Сонда шығады дирижер. Шара соңы 3 күн талмай еңбек еткен оркестр және маэстромен суретке түсумен аяқталды.